Сәлеметсіздер ме балалар? Дәл қазіргі сабақта ондықтан аттап азайту тәсілімен танысатын боламыз. Бірінші тәсіл, мәселен 16-дан азайтамын 7-ні. 16-дан 7-ні азайтамын. 16-дан 7-ні азайтудың бірінші тәсілі, бірінші азайғышты жіктейміз. 16 дегенім 10 мен 6-ның қосындысы. Ендеше бірінші 10-нан 7-ні азайтып аламын. 10-нан 7-ні азайтып алам, және оған қосамын 6-ны. 10-нан 7-ні азайтып алам 3, 3-ке 6-ны қосам 9, яғни 16-тан 7-ні азайтсам 9 шығады. Екінші тәсіл 16-дан 7-ні азайтам. 16-дан 7-ні азайту үшін жаңа біз азайғыш жіктесек, екінші тәсіл азайтқышты жіктеймін. 7-ні жіктеймін. Енді 7-нің құрамын еске түсіремін. 7-нің құрамы 1 және 6-ның қосындысы, 2 және 5-дің қосындысы, 3 және 4. Енді 7-ні жіктегенде жай 2 мен 5-дің қосындысы, 3 пен 4-дің қосындысы деп жай жіктей бермеймін. Азайғыштың бірлігіне байланысты жіктеймін. Азайғыштың бірлігі 6, ендеше 7 дегенім 6 және 1. Яғни 16-дан 10-ды қалдырамын, бірлігін азайтып аламын. Енді 16-дан алдымен бірлігін азайтып тастаймын. 6-ны алам. 16-дан 6-ны азайтамын, және одан қалған тағы 1-ді азайтамын. 16-дан 6-ны азайтамын 10, 10-нан 1-ді азайтамын 9, яғни 16-дан 7-ні алсам 9. Енді балалар, қарапайым балалар тілімен түсіндіріп көрейін сендерге түсінікті болу үшін. Осы екі әдістің ішіндегі ойша шығаруға болатын ең тиімді әдіс бірінші әдіс. Мәселен, кез келген басқа мысал қарастырып көрейін. 15-тен азайтамыз 9-ды. 15-тен 9-ды азайту үшін 15-тің 5-ін тығып қоя тұрам, бірлігін тығып қоя тұрам да 10 қып қалдырам. Енді осы 10-нан 9-ды азайтып алам. 10-нан 9-ды азайтсам 1, енді оған тығып қойған 5-ті қайтадан қосамын. Сонда 6, яғни 15-тен 9-ды азайтсам 6. Ал ендеше ауызша есептеп көрейін. Енді ауызша ойша есептеймін. 15-тен 9-ды алу үшін 15-тің 5-ін тығам, 10 қалады. 10-нан 9-ды алам 1, бірге қайтадан тығып қойған 5-ті әкеп қосам, сонда 6. Тағы бір тәсілді ойша қарастырайық. 17-ден азайтамын 8-ді. 17-ден 8-ді азайту үшін 17-нің 7-еуін тыға тұрам, 10 қып қалдырам. Себебі мен 10-нан кез келген санды азайта алам. 10-ды қалдыра тұрам, 7-ні тығып қоям. 7-ні тыға тұрам да 10-нан 8-ді алам 2, енді тыққан 7-імді қайтып әкеп қосам, 2-ке 7-ні қосам 9, яғни 17-тен 8-ді алсам 9 шығады. Сабақ түсінікті деп ойлаймын балалар, сау болыңдар.